біреуге жаната, біреуге мен қырата, біреуге мен бүгін мата, біреуге мен бүгін қата, біреуге мен бүгін бетте, біреуге мен бүгін бай. Өмірде бәрінің көңілі табылды шыңы. Бір ғана аят маған сол кезде себеп болды, сол осы нәрсені түсінуіме. Бірақ енді бұл аятты мен бұрын соңды естіп жүрдім, бірақ сол моментте маған жақсы әсер етті да. Аллахқа бойсын, және оның елшісіне бойсын, және аралары шыққан әмірге бойсыңдар деген осы хадисті маған түсіндіріп берді. Олардың бекіткен мазхабы қандай болса, біз сол мазхабты ұстануымыз керек, соған бағынуымыз керек деп осы нәрсені түсіндірді. Содан бері Абу Ханифа мазхабымен толық намаз орындап жүрмін. Менің есімім Нұрбол, мен туған жерім Жаңақала ауданы. 2007 жылы мектеп бітіріп, сол қалаға оқуға түстім. Сол 2007 жылдары жұма намазына келіп бастадым. Бір жылдай жұма намазына келіп жүрдім. 2008 жылы 5 уақыт намазға тұрдым Абу Ханифа мазхабымен. Себебі қасымда себепші болған таблиғ жамааттың намазхандары болды. Солармен намаз оқып, солардың нелеріне қатысып жүрдім. Содан 2010 жылдары сол таблиғ жамааттың арасында өз араларында бір кішігірім бір фитналар болып, соның себебімен мен олардың дұрыс емес екендігіне көзім жетіп, осы өз бетімше ізденіп бастадым. Сол кезде Орал қалалық мешітінде Сахих аль-Бухаридің кітабы болды. Сол кітапты алып өзім өз бетімше оқыдым. Сол уақыттан бастап Ханбали мазхабына ауыстым. Намаз үлгісін сол Ханбали мазхабымен оқыдым. Содан енді 2016 сотталғанға дейін сол Ханбали мазхабымен оқып жүрдім. Енді діни біліміміз болған жоқ. Ол кезде енді білім алатындай да мүмкіндіктер аз болды. Бірақ енді Құранды медресенің директоры Әлімхан ұстаздан алдым, Құран әліппесін. Одан кейін сол медресенің ұстазы Бауыржан Әлиұлының сабақтарына қатысып жүрдік. Одан кейін сол 2016 жылы осы терроризм насихаттау, террористік топ құру, террористік актіге дайындалу баптарымен кінәлі болып танылып, сол уақыттан бастап Абу Ханифа мазхабымен қайтадан намаз оқып бастадым. Абу Ханифа мазхабына көштім. Мекемеде ең алғаш оқығаным сол тергеу изоляторында отырған кезде Ержан Қажы Малғажыұлының «Таным тұғыры» деген кітабын оқыдым. Ең бірінші оқыған кітабым сол болды. Содан кейін уже ислам ғылым қалы, отбасы ғылым қалы деген. Одан кейін теологтардың қазір апталықтарды алып келген кітаптарын оқып жатырмыз. Бізде осылай 2016 жылы ораза біткеннен кейін сол ораза айтында өзіміз жиналып сол неге шықтық, көкке демалуға. Сол кезде бір неге матаға негізі Аллаху акбар, ла иляха иллаллаху, Аллаху акбар, ва лиллахил хамд жазуымыз керек болған. Бірақ ол ұзын болғаннан кейін, алып келген матаның көлемі кішкентай болғаннан кейін, не жазамыз деп қарап, өзімде сол кезде телефон болды, сол телефоннан қарап, одан кейін жаңағыдай ла иляха иллаллах, Мұхаммад расулуллах деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мөрі басылған картинкалар болды. Сол картинкадан қарап, сол матаға жаздым. Сол жазған плакат біз сол көкке демалуға шыққан кезде бір жігіттердің қолында ағашқа байланған ту кейпінде фотоға түсті. Мен ол фотоға өзім түскен жоқпын. Содан сол ең басты күдік болды ғой бізде. Прокурор 16 жыл сұрады. Ол кезде бір құлағың шыңылдап, одан кейін бір өзіңнің фамилиямды естіп, 16 жыл сұраймыз деген кезде құлағым шыңылдап, басқалар естімей қалғандай бір жағдайда болдым. Не болып жатқаны уже қызық емес болып кетті маған. Осымен бәрі тоқтап қалғандай болды. Содан кейін сот процесінде приговорда үкім берген кезде 11 жыл берді. Бірақ әрине енді ол адамға оңай емес қой, 11 жылдың өзі. Бірақ басқа қасымдағы подельниктердің сұрауына қараған кезде средний болғанда шүкіршілік қылдым да. Қазіргі уақытта енді оңай емес қой, мүмкіндік болса енді
ертерек бостандыққа шығып кетуге тырысып жатырмық қой. Басқа мекемеде отырған кезде кожадан сумка тіктім. Сол кезде тоже бірінші орын алғам қолөнер сайысынан. Қолөнер сайысында осы мекемеде ағаш өңдеу несімен тоже бірінші орын алғам. Одан бөлек кітап оқу сайысы болды. Ризабек Батталұлының ақида сабақтары деген кітабынан кітап оқу апталығында тоже бірінші орын алғам. Қазіргі таңда сол ағаш өңдеу цехында жұмыс жасаймын. Астаулар жасаймыз, шампурницалар жасаймыз, әртүрлі ағаш бұйымдарын жасаймыз. Бұл шампура салатын әлі бітпеген жұмысы. Бұл әлі бетінде әйнегі болады, ішінде шампурлар болады. Одан кейін бұл осы астаулар. Осы астаулармен, осы нелермен, осы бұйымдармен мен қолөнерден бірінші орын алып жүрмін. Бұл анашыма деген астау заказ. Сосын бізде набор болады. Кішкентай, үлкен астау, біздің кішкентайы. Сосын бастабағы осылай қыздың жасауына осындай тапсырыстар қабылдаймыз. Одан кейін сол анашыма осы май салатын, секер салатын кішкентай астау жасап жатырмын. Одан бөлек осындай бір табуретке жасаймыз ба деген ой бар алдағы уақытта. Пока енді бірінші үлгісі жасап жатқанымыз. Жалпы бостандыққа шыққаннан кейін қазіргі таңда енді балаларым әлі кішкентай, мектеп жасында. Ең бірінші сол осы ағаш өңдеу несін дамытам ба деген ой бар. Бостандыққа шыққаннан кейін осы мамандықты ары қарай іске асыру мақсатында. Одан кейін әрине балалар уже кішкене жоғарғылыққа келгеннен кейін медресеге білім беруге ниет бар. 2 ұлым бар қазір. Қазір жастарға айтарым, ұстазсыз білім алмаңдар, интернеттен ешқандай уағыздар, ешқандай бір кітаптар оқымаңдар. Қазір дейтін жақсы білімді ұстаздар бар, медреселер бар. Ұстаздарға барып, медреседе білім алыңдар деп айтамын. Біреуге енші мақта,